Барлықтарыңа сәлем. Бүгінгі біз тақырыбымыз ол бұлшеттің физиологиясы, бұлшеттердің жиырылу түрлері және бұлшеттің жиырылу механизм. Жалпы адамның денесінде, жалпы омыртқалы организмдерінің бұлшеттердің құрылымына назар аударсақ, олардың үш құрылымына ажыратамыз. Олар бізде көлденең жолақты қаңқа бұлшеттері, көлденең жолақты жүрек бұлшеттері және бірыңғай салы бұлшеттер. Осы жердегі көлденең жолақты қаңқа бұлшеттерді адамның еркіне бағынатын және іс-әрекеттерді жасауға қабілетті болып келеді. Яғни ол бізде тіл, көз, кеңірдек, одан бөлек өңештің жоғары бөлімдерін жатқыздырамыз. Ал сәйкесінше келесі бірыңғай салы бұлшеттер, олар бізде адамның еркіне бағынбайтын бұлшеттердің топтары болып табылады. Оларға бізде лимфа және қан тамырларды жатқыздырамыз. Одан бөлек жыныс ағзаларының қабырғасын және ішкі ағзаларды жатқыздырамыз. Олар біздің сәйкесінше санамызға, яғни еркімізге бағынбайтын, олар өзінің түтіктер және қабырғалар өзінің диаметрін сәйкесінше қысқартып дегенде кеңейтіп не тарылтып ішкі ағзалардың қызметін реттеп отырады. Енді жалпы бұлшеттердің физиологиялық қасиеттеріне тоқталсақ, жалпы біз қозғыштың болып табылады. Жалпы бұлшеттер сол үшін оларға қозу және қозу өткізу қасиеттері тән. Бірақ одан бөлек олардың өздеріне тән жиырылу қасиеті де бар. Және серпінділік, ол дегеніміз олар сәйкесінше өзінің оларды созсақ, олар өзінің қалыпты, яғни бастапқы созылғанға дейінгі қалпына келіп отырады. Енді келесі біздің қарастыратынымыз сұрағымыз, ол бізде бұлшеттердің жиырылу түрлері. Ең алғашында біз қызметі бойынша бөлгеніміз жөн, олар бізде фазалық және тонустық болып бөлінеді. Енді осы фазалық пен тонустықтың жиырылуды қамтамасыз ететін бұлшеттік талшықтарға, яғни ет талшықтарына назар аударсақ, олар біз тез және баяу деп бөлеміз. Фазалық жиырылуды қамтамасыз ететін ет талшықтары ол бізде тез болып келеді. Олардың құрылысының ерекшеліктеріне тоқталып кетсек, олар бізде мотонейронмен бірігіп бір түйіспе құрайды. Осы түйіспелер арқылы олар бізде сәйкесінше жиырылуды қамтамасыздандырып отырады. Ал тонустық болса, олар бізде баяу талшықтарынан тұрады. Олар бізде мионевральды талшықтардың, яғни мионевральды түйіспелерден құрылған болып келеді. Олардың баяу деп аталуының себебі неде? Өйткені қозу серпілісі пайда болғаннан кейін, ол постсинапстан өткеннен кейін қозудың потенциалы, ол бізде әрі қарай әрекет потенциалына айнала алмайды. Айналмау себебінің ол бізде натрий арналары жоқ. Ал фазалықта ондай ешқандай кедергілер жоқ. Сол үшін ол тез жиырылады. Енді фазалықпен және тонустық жиырылудың қандай айырмашылықтары бар десеңіздер, олардың жалпы жиырылу түрлеріне байланысты. Фазалықта ол бізде тез жиырылып, тез босаңсиды. Оларға сәйкесінше түрлі динамикалық жаттығуларды жатқызырсақ болады. Ол жүгіру, жүру, секіру деген сияқты. Ал тонустық болса, ол сәйкесінше адамда жиырылғаннан кейін, ол ұзақ бойы осы қалыпта тұрады. Ұзақ уақыт бойы жиырылған сәтте қалып, солай статикалық сәйкесінше қозғалыстарды, яғни жасауға өзінің септігін тигіздіріп отырады. Келесі біздің қарастыратын сұрағымыз, ол бұлшеттің жиырылуының режим бойынша түрлері. Ендеше біз көріп тұрғандай, мынау бізде бұлшетті деп елестесек, оның тыныштық күйіндегі бұлшеттің түрін көре аламыз. Жалпы біз осы ось бойынша мен оларды айттым. Яғни егер үстінен тігінен болса, біз еттің талшығының ұзындығы, оны біз метрия деп белгілейміз. Ал еттің сәйкесінше диаметріне қарасақ, ол бізде ет талшығының диаметрі, ол бізде тоникалық болып келеді. Одан бөлек изо деген жалғау бар. Жалғау дегенде приставкасы. Бұл жалпы өзгеріссіз деген мағынаны білдіреді. Соған байланысты біз бірінші жағдайда изометрлік
жағдайды көре аламыз. Егер де біз тыныштық күйінде салыстырсақ, оның ұзындығы өзгермегенін көреміз, бірақ оның ет талшығының диаметрі өзгергенін көре аламыз. Сол үшін біз оны изометриялық, яғни ет талшығының ұзындығына жоқ жиырылуын деп атай аламыз. Енді келесі көп тұрғыны екінші суретте бізде тыныштық күйінен қарағанда жалпы ет талшығының ұзындығының өзгергенін көре аламыз, бірақ оның ет талшығының диаметрі өзгермеген. Сол үшін біз изотоникалық сәйкесінше жиырылу түрін атаймыз. Ең соңғысы, үшіншісі, мына біз көп тұрғанда ет талшығының ұзындығымен қоса диаметрінің өзгерісін байқай аламыз. Осы жиырылу түрін бізде ауксотоникалық деп аталады. Бұл адам организмде сәйкесінше жүргенде немесе қозғалғанда орын алатын бұлшықеттің жиырылу режимі болып табылады. Болды. Келесі сұрағымыз, сұрақ дегеніміз келесі жиырылу түрлеріне қарасақ, ол бізде жеке жиырылу және сіресіп жиырылу түрі, яғни титанусты деп те атасақ болады. Енді жеке жиырылу деп біз бір жалғыз тітіркендіргіш әсер еткеннен кейін оған деген яғни жиырылу процесі орын алғаннан кейін жазылуын атаймыз. Оны жеке жиырылу деп атаймыз. Ал сіресіп жиырылу деп оның айырмашылығы неде? Мына бірнеше тітіркендіргіштер жалғыз ет талшығына әсерін тигіздіріп, олар барлығы жинақталып, нәтижесінде ет талшығы біразға дейін сіресіп қалуын атаймыз. Сол үшін біз оны сіресіп жиырылу немесе титанус деп те атаймыз. Енді жеке жиырылудың үш фазасын біз бөле аламыз. Ол жасырын фазасы, Б жиырылу фазасы және В босаңсу фазасы. Оның барлығы біз қазір қарастыратын бұлшықеттің жиырылу кезеңдеріне сай келеді. Жасырын фазасында бізде ет талшығының миофибрилінің ішіндегі цистерналардың кальций бөлінуіне, яғни саркоплазманың ішіне кальций концентрациясының жоғарылауына сай келеді. Б бізде актиомиозинді комплекстің түзілгеннен кейін АТФ-тің ыдырау барысында энергия бөліну кезеңіне тән болып келеді. Жиырылу басталады ғой, энергия бөлінген соң. Ал В сәйкесінше жиырылу аяқталғаннан кейін АТФ-тің жалпы ыдырау барысында қалған қалдық энергияның сол сарколемманың жанында тұрған цистерналарындағы кальций насосын қосады и сол саркоплазманың ішіндегі кальцийдің концентрациясының төмендеуіне сәйкес келеді. Енді сіресіп жиырылуының бізге екеуін ажыратамыз. Тісті және тегіс. Олардың жалпы осы тісті деп тегіс деп аталуының себебі жалпы оларға әсер ететін тітіркендіргіштің жиілігі болып табылады. Тісті титанусқа қарасақ, ол жерде біз андай тістер бар екенін көріп тұрмыз. Ол неге сәйкес келеді? Мына бір әсерін тигіздірді, бір тітіркендіргіш ол жиырылды, сосын жиырылғаннан кейін қайттан әсерін тигіздірді и осылай жиырылып отырады. Ал тегіс титанус тура осындай, бірақ та оның жиілігі тым көп болғандықтан оның линиясы түзу болып тұрады. Сол үшін біз оны тегіс дейміз. Одан бөлек осы жерде біз бір айтып кететін жөн, жалпы бұлшықтың бір тітіркенгіш әсер еткеннен кейін ол жиырылған кезде тағы да ретте жиырыла алады, егерде ол абсолют рефракторлық кезеңнен бөлек салыстырмалы рефракторлық кезеңге тап болса, егерде жиілік келген тітіркендіргіштің сигналы келсе сол салыстырмалы рефракторлық кезеңге. Сол үшін біз, яғни бұлшық жиырылып босаңсығанға дейін егер тітіркендіргіш әсерін тигіздірсе, біз оны толық жинақталу деп атаймыз. Ал егерде ол сәйкесінше жиырылып, сосын босаңсып үлгерсе, оны біз шала жинақталу деп атаймыз. Болды. Келесі біздің қарастыратын тақырыбымыз, сұрағымыз ол жалпы бұлшықеттердің жиырылу механизмі. Көп тұрғыдан ол жалпы саркомерді ішкі құрылысын көре аласыздар. Сарколемма, оның ішіне саркоплазма. Енді жалпы қалай жүзеге асырылады жиырылу механизмі. Бірінші, егер қанқа бұлшықет деп естісек, бірінші орталық жүйке жүйесінен белгілі бір
серпіліс келеді жүйке жүйесі арқылы бұлшықетке. Ол бұлшықетке келіп, уже оның құрамына кіретін миофибрилдарға, миофибрилдің ішінің құрылымдық бірлігі болып саркомерлер болып табылады. Соларға сигнал жетеді. Сигнал жету барысында сарколемманың жалпы мембраналық тыныштық потенциалы өзгереді. Басында оң болып тұрса, теріске айналады. Ал ішкі потенциалы терістен оңға айналады. Енді осы жалпы келген серпіліс жүйке жүйесінің импульсы Т тәрізді жасушаның, яғни осы біздің бұлшықет жасушасының ішіне енеді. Т жүйесі арқылы сигнал кірді, ол былай тарайды екі цистернаға. Осы цистернаның ішінде кальций концентрациясы жоғары болып тұрады. Осы кальцийға, осы цистерналарға келгеннен кейін арнайы каналдар арқылы кальций цистернадан саркоплазмаға сәйкесінше өтеді. Өту барысында саркоплазманың ішіндегі тропонин деген белокпен ол әрекеттесіп, нәтижесінде тропонин өзінің конформациясын өзгертіп, жалпы осы жерде көп тұрғыңыздай актин және миозин бар. Осы актин мен миозинді бір-бірімен байланыстырып тұратындай тропомиозин деген белок бар. Сол белокпен конформациясы өзгертілген тропонин соларға жалғасып, нәтижесінде тропомиозиндік комплекс орын алады. Осы жердегі 8-ші миозин мен және актиннің арасында. Осы байланыс нәтижесінде миозиннің жалпы көпірінде АТФ-тің ыдырау орын алады. Ыдырау барысында ол бізде АДФ-ке айналады. Осы шыққан энергия миозиннің басында жалпы актиннің миозиннің басын бойымен сырғып өтуін қамтамасыздандырып отырады. Яғни осы жерде көп тұрғанда Z дисклері М сызғына жылжи бастайды. Осылай бізде сәйкесінше жиырылу жүзеге асырылады. Энергия бөлінгеннен кейін, осы жерде актин-миозинді комплекс түзілгеннен кейін. Енді ол түзілгеннен кейін АТФ ыдыра береді, нәтижесінде жиырылу күші арта түседі. То есть одан да көбірек жылжи бастайды осы актиніміз. Ал егерде сәйкесінше күш түссе, яғни жүйке жүйесінен түсетін импульстер азайып тұрса, уже актиннен бөлінген бар ғой, актин тропомиозинді комплекстен бөлінген АТФ-тің екі сәйкесінше таралу жолы бар. Яғни оның қолдану біріншісі жиырылуға, ал екіншісі ол бізде жалпы босаңсу механизмі. Яғни біз түсінгеніміздей, жалпы бұлшықеттің жиырылу үшін және оның босаңсу үшін бірдей дәрежеде энергия қажет етеді. Бірақ егер осы жерде сырғуына қажет болса энергия, то қалған энергия болса осы цистернаға барып, осы цистернада АТФ-ке тәуелді, яғни энергияға тәуелді кальций каналдары бар. Яғни каналдар деген насостары. Олар деген осы саркоплазманың ішіндегі кальций иондарын өзіне тартып, нәтижесінде оның концентрациясын төмендетеді. Актин-миозиндік комплекс бұзылады, ол өз бастапқы күйіне келеді, тропонин қайттан өзгереді, өз бастапқы күйіне ауысады. Осылайша жалпы бұлшықеттің жиырылу механизмі жүзеге асырылады.